аспан денелерін зерттейтін ғылым астрономия деп аталады. Бұл сөз екі грек сөзінен құралған астрон, жұлдыз деген мағынаны білдіреді. Номос, заң деген мағынаны білдіреді. Яғни астрономияның шынайы мағынасы жұлдыздардың заңы дегенді білдіреді. Астрономия, физика сияқты табиғат туралы көне ғылымдардың бірі. Бұл ғылымның дамуына ертедегі адамдардың тұрмыс тіршілігіне байланысты қажеттілік себеп болды. Ол кезде уақытты бағыт-бағдарды дәл көрсететін құралдар мен жабдықтар мүлдем болмаған. Сондықтан да адамдар күн мен айға, аспандағы жұлдыздарға тарап жыл мерзімі мен уақытты айыратын болған сапар шеккенде бағыт-бағдарларын анықтаған. Сөйтіп практикалық қажеттілік астрономия ғылымының дамуына ең басты түрткі болды. Астрономияның басты мақсаты аспан денелерінің қозғалысы мен дамуы заңдарын тағайындау. Аспан денелеріне төмендегілер жатады. Галактикалар, жұлдыздар, планеталар мен олардың серіктері, астероидтар мен кометалар, метеориттер, шаң-тозаңдардан тұратын ұлттар. Қазіргі астрономияның зерттеу ауқымы кеңейіп, көп салалы ғылымға айналды. Астрономия мен физика ғылымдарының бір-біріне кірігуі барысында ғаламның дамуы және оның жалпы құрылымы туралы астрономиялық физика, астрофизика деп аталатын ғылым саласы пайда болды. Астрофизика ғылымының жетістіктері таңдай қақтырады. Бұл ғылымның қарыштап дамуына аспан денелерін зерттейтін құралдар зор көмегін тигізуде. Олардың екі түрі бар. Телескоптар, жер бетінен аспан денелерін зерттейтін арнайы оптикалық құралда. Зерттеу обсерваториялары, арш кеңістігіне зымырандар арқылы шығарылған зерттеу бекеттері. Бұл көзқарас бойынша ғаламның жаралғанына миллиард жылдан асты. Ғаламның пайда болуы үлкен жарылыс деген атаумен ғылымға ілінген алапат зор жарылыстан басталады. Өте маңызды факт, үлкен жарылысқа дейін бізге үйреншікті уақытта кеңістікте болмаған. Яғни уақыт пен кеңістіктің өзі осы жарылыстан бастау алады. Бұл дегеніміз, уақыт пен кеңістікте ғаламмен бірге жаралған.